Міне осы жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи бізге айтады. Әл-Құдси хадисте Алла тағала былай деп білдіреді баршамызға. Әнә инда зонни абди би. Құлым мен жайында ойлаған кезінде мен оның ойының қасындамын дейді. Не ойлайды екен? Құлым мен жайлы ойланған кезде мен оның ойының қасындамын. Ва иза зонна би хойрон фалаху. Егер де ол мен жайлы жақсы ойласа, Мұса сияқты, бәлкім Раббым маған тура жол көрсетер, күнбе сыйына береді. Осыны жақсы көреді Алла тағала, сыйынғаныңды. Ол реттеуші. Мұса бір дұғағаны айтты осындай. Пайғамбарымыз салсам соны жаңағы Әл-Құдси хадисте жеткізіп отыр. Мен құлымның ойының қасындамын, ол мен туралы ойлаған кезде. Егер мен жайлы жақсы ойласа, оған ойлағаны болады дейді. Міне, оған ойлағаны болады дейді. Ва инзонна шарран. Мына сөйлемге қараңыз. Егер жаман ойласа дейді. Мен жайында дегенді қоспайды. Өйткені Алла жайында жаман ойлауға болмайды. Ол оның шайтанның салып жіберген ойы болуы мүмкін. Енді біттім, енді құрдым деген жаман ойлар. Егер жаман ойласа, оған ойлағаны болады дейді. Ва ана мааху иза закарани. Мен құлыммен біргемін, құлым мені еске алған кезде. Мен құлыммен біргемін, иза дағани, құлым маған сыйынған кезде. Раббым деп.